Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше салмамен дайындалатын қуырылған баялды дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең бірінші баялдыны жұқа етіп турап аламыз. Міне осылай турап аламыз. Енді тұздап, шетке 10 минутқа қалдырамыз. Салмамызды дайындауға кірісеміз. Бізге 2 тіс сарымсақ қажет. Сарымсақты майдалап пышақпен үгітсе де болады. 2 шай қасық грек жаңғағы менде үгітілген. Сіздер пышақпен майдалап үгітсеңіздер де болады. 2 ас қасық сүзбелі ірімшік қосамыз. Сүзбелі ірімшік болмаса, сыр фета қосса да болады. 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Енді кішкене кинзаны алып, майдалап турап, салмамызға салып, жақсылап араластырамыз. Міне салмамыз дайын болды. Енді шетке қойып қоямыз. Табамызды қыздырып, май құямыз. Майды тым көп құймаңыздар. Егер сіздерде гриль табасы болмаса, кәдімгі табада қуыруға да болады. 2 жағы қызарғанша қуырып аласыздар. Міне баялдымыз дайын болды. Енді 1-1,5 шай қасық салмамыздан салып, орап шығамыз. Сіздер байқағаныңыздардай, мен бұл жерде тек 1 баялдының ғана рецептін көрсетіп жатырмын, бірақ описанияға 2 баялдының салмасын сіздерге қалдырып кетемін. 2 баялдыға дайындалатын салманың ингредиенттердің грамын қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше, сіздерге ұнайтынына мен сенемін. Міне осылай ұсынсаңыздар болады. Әсемдеу ол өз еркілеріңіз. Видео ұнаса, рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алда талай жақсы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Тегін мастер-класстар да болады.